шу пирожныйын дайындаймыз. Ең алдымен кракелейін дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға секер саламыз, араластырамыз, және де осындай құрғақ бояуды саламыз, сарымай саламыз, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Бояуды өзіңіздің қалаған түспен бояуға болады. Мен қызыл түспен бояп, осылай тесто иледім де, тестомызды алып, пергамент қағазын үстіне қойып, үстіне тағы бір пергамент қағазын қойып, енді тестомызды жаямыз оқтаумен. Осылай жайып алғаннан кейін жұқалап, үстіне қалған формаңызға келтіріп, дөңгелектеп шығамыз. Енді бетін жауып, мұздатқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді заварной тесто дайындаймыз. Ең алдымен суымызға сарымай саламыз, араластырамыз, ұн саламыз, тағы да жақсылап араластырып қайнатамыз тестомызды. Енді тестомыз осылай бірыңғай болғаннан кейін кішкене суытып, үстіне жұмыртқамызды біртіндеп сала отырып, жақсылап араластырып, тесто дайындаймыз. Енді тестомызды араластырып бірыңғай болғаннан кейін осындай кондитерлік қапшыққа салып, противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, құйып шығамыз. Енді жаңағы кракелейндерді бетіне орналастырамыз. 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Салқын сливкидің үстіне творожный сыр, сахарный пудраны салып, араластырып, кремі қойылғанша араластырамыз, шайқаймыз. Енді пирожныйларымызды ортасынан бөлеміз, кремін жағамыз да видеодағыдай дайындаймыз. Осы процесті қайталап жасай береміз. Пирожныйларымыз дайын, өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!